Ассалаумағалейкум, мен көріп отқан 5-6 көрерменім сіздерге арнап бір кішкентай видео түсіріп жатырмын. 1 минуттық. Мына аяқ киім қоңыр свет негізі. Табан быт-шыт болған, мен табан салдым. Кеше жұмыс арасында уақыт болмай не қыламадым да. Табан салған түсіре алмай қалдым. Табан салдым. Қоңыр свет бояп жүре алмаймын дейді. Қараға бояп бер дейді. Сонымен қараға бояп тастадым. Мынандай болып шықты. Қараңыздар. Сол табан салып қойдым, қап-қара әп-әдемі болды. Қарасымен дұрыс па, қоңыр дұрыс па, сіздерден бір комментарияға бір жаза кетіңіздерші, маған сол қызық болып тұр. Көп кісілер айтып отыр да, қоңырды күнде бояп жүре алмайсың, қара аяқ киімдерім көп, соның үшін қарамен кремдеп кете беремін, боялмай қалып қалады дейді. Мен кішкене сыпырып едім, өзі жалтырап тұр негізі. Сосын мынандай қара қылып қойдым. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сосын парақшаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздердің комментарияларыңыз, лайктарыңыз маған ауадай қажет. Сіздер қолдасаңыздар, біз біраз жерге барамыз ғой. Рахмет, лайк басып жатқандарыңызға. Бір бауырымыз, ағамыз осы аяқ киімді алып кепті. Кішкене бесцветный креммен крем десең, не қылсаң, не қылып қала береді дейді. Мына шөйректерге тиіп, кішкене мына жерде кір болып кеткен, қара сияқты болып ше кремге. Соны бірақ қараға бояп тастасақ деп жатыр да. Болды дедім, қараға боядым. Жалтыратып шығарып қойдым. Мынандай көк жерлердің бәрін жоғалтып. Қап-қара болып шықты. Кәдімгі қара аяқ киім қойдым. Мынандай көк. Жалтыратып осындай жасап қойдым. Кәдімгі черный аяқ киім болды. Қара креммен кремдей береді енді барлық жер. Ассалаумағалейкум. Бүгін тағы бір қызық кеп тұр. Тәтеміз айтады, Түркиядан алғам дейтін аяқ киімді. Үсті кожасын бәрі жақсы дейді. Мына табаны ұнамайды дейді. Ұнамаса да киіп жүріпті да, бірақша. Басында ұнаған, кейін ұнамай қапты да, ұнамаса да киіп жүре берген. Инстаграм, тиктокта мені көріпті да, енді осының табанын ауыстырып, басқаша бір ыңғайлы бір табан салып берсең дейді. Мына табанды өзі көрсетті, осы табан сал деді. Қазір осы табан салайын деп жатырмыз. Екінші міне салып қойғаным ғой. Осындай болып шықты. Бастары, домалақтары қатты білінбейді. Мынадай жаман 4 бұрыш болып көрініп тұрады ғой. Мынадан мынандай әдемі болып тұрады. Артынан да қараңыздар, мынада 4 бұрыш жаман көрініп тұрса, мынадан кішкене білінбейді, домалақ әдемі болып қалды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Осы менен дұрыс па еді, мына табан менен дұрыс па еді? Бір комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Парақшаға жазылып қойыңыздар. Қайсысы дұрыс? Меніңше мынау да дұрыс сияқты еді негізі. Осыны салдық енді. Апамыз осы аяқ киімді алып келді. Бұның жағдайы міне. Мына жерден былай сынып кеткен табаны. И мынау тонкий. Осыған табан ауыстырып берейін деп жатырмын. Кішкене жай еще. Мына жерін қарасаңыз, тонкий, мынау кішкене қалыңдау болып келеді. Көрдіңіздер ме? Ыңғайлы болады кішкене болса да жүруге. И несі де не? Міне. Аласа кәдімгідей жай болып қалады да. Осы табан салайын деп жатырмыз. Екінші салып қойғаным ғой енді. Көрсетейін осыны. Кішкене түрлерін, мына жерлерінің сарапиналарын бәрін кетіріп, кішкене осы табан салып қойдым. Білінбейді. Өзінің заводской сияқты. Енді ашылмайды, круговой тік тұрады, кішкене жай болып қалды, әдемі болып қалды. Қолдан келсе бәрін жасаймыз. Лайк басып, қолдап, комментарий жазып, тіркеліп болыңыздар. Кей кезде осындайларды жасаймыз. Мына жерден міне 2,5 см кесіп алып тастадым. Қазір мына жерден тағы да 1 см кесіп аламыз. Сонымен 3 кетеді ғой үшіме тұғанда. Сосын орнына мынандай нестереш, мына өкше жағына мынандай нестереш жасаймыз да. Жасаймыз, сол кезде мынандай шығады. Білінбейтін биік болған негізі. Биіктігін өлшеп көрсетейін, қандай болған алдым. Мынандай болған. Көрдіңіздер ме? Өсіп бала салып жасап тұсауға болады. Мына жағында бірдей алып шығарып. Бір аяқ киімді алып кепті, осылай жер теуіп апты. Қазір осыны жасайтын боламыз. Осылай замайс етіп құятын клей бар, міне кішкене бүдір-бүдір болып тұр ма? Енді осыны қазір жақсылап осындай наждак бумагамен шлифовать етеміз қазір. Міне кішкене шлифовать етіп жатырмын, мынандай апшы. Краскілеп қойдым, жалтырап тұр. Сәлеметсіз бе?
міне жаймен қазір енді жақсылап шоткілеймін, сол кезде ана кідір-бұдырлерін олар да білінбей қалады, жалтырап. Кей кезде бір сапожниктер мені қарайды да, болмайтын жұмыстарды жасайсың ғой дейді. Өлген аяқ киімдерді дейді. Енді клиенттерге ешқайсысына кетар емеспіз ғой, бәрін қолдан келгенше жасап беруге тырысамыз. Интернеттен көрдім деп келген соң жасап беруге тырысамыз. Лайк басып, бір комментариялар жаза кетіңіздер. Тағы да тастауға қимайтын бір аяқ киім. Өкше шешіліп кетті, мына жерін кішкене түзеп жатырмын. Мына жерін қазір тартып тігіп, үстіне былай резинка жабыстырамыз, мына өкшеге. Осындай нестелеуші жабыстырамыз. Сол кезде мынадай болып шығады. Алды артын нестелеушін жабыстырып қойдым. Тура сондай мынада сыдық болды. Қазір білінбейді. Қазір заводской әдемі болып шықты. Тәтеміз осы аяқ киімге маған ыңғайлы табан салып бер дейді ғой. Сіздер қалай ойлайсыздар? Маған табан салуға болмайды ау. Көрсетіп жатырмын негізі. Мынандай табандар, негізі мына табандар негізі болмайды. Табан салуға бұларғаша. Бұған өзін кесіп ыңғайлығып жасап берейін деп жатырмын да. Мына жері кішкене тонкий болған соң кішкене құлап қалуға мүмкіндік көп та. Мына жағын кесіп жасап қоймын. Мына жерден 2,5 см кесіп алып тастадым. Көрдіңіздер ме? Мынау тонкий, мынау қалыңдау болды кәдімгідей. Мынадан примерно 2 есе дәу дегендей ғой. Енді құламауға көп мүмкіндік бар дегендей ғой. Мынау кішкене қалың болған сайын кішкене ыңғайлы болады да, еще жай табандай болып қалды кішкене. Қалай ойлайсыздар? Осылай дұрыс қой, табан ауыстырғанда. Комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Көрдіңіздер ме? Бұлай сындыр жерді. Бұны қазір мына жеріндегі резинка жабыстырған кезде ана тесіктер көрініп тұрмау үшін бәрін шлифовать етіп алып тастаймыз. Бәрін полностью шлифовать етеміз. Сынған жерін бәрін орнына келтіріп тартып тігіп, мынандай бестік резинка жасаймыз. Тек қана қысқа емес, жаздың аяқ киімдеріне де жасай береміз осындай сынған болса. Сосын мынадай болып шығады. Міне қатты білінбейді, мен жасап қойдым. Өзінің сияқты болып шығады, кәдімгі заводский сияқты. Мынада да болған сынық. Осындай жасап қойдым. Енді тағы да киеді бұйырса. Осы жаздан шығады. Келесі жазда киіп алмаса. Кожа ғой таза. Тастауға қимайтын аяқ киімдер ғой. Қазір аяқ киім тастай беретін болсаң да аяқ киім қымбат қазір. Бір аяқ киімнің мына аяқ киімдердің 25-тен жоғары тұрады шығар. 30, 40, 50-ге дейін кетіп қалады. Лайк басып қойыңыздар. Тәтеміз TikTok-тан көрдім дейді. Өлген аяқ киім бәрін жасап атсың ғой дейді. Нанен бірнеке қылып бер дейді. Шаруасы кішкене бітіңкіреп кеткен, енді осыны жасап бер дейді. Аның бәрі енді быт шығып кеткен, ана жерлерін қараңыздар. Ана жерлерін қараңыздар. Жер тепкен, неған. Осыны жасайын деп отырмыз. Қалай шыққанын көргілеріңіз келсе, до конца қараңыздар. Бір лайк басып кетіңіздер қате. Табан салдым. Енді негізі мынау қоңырма сондай болған негізі. Тұр енді кішкене шаршап кеткен соң өзінің светін жоғалтып алған. Өз-өзін жоғалтып алған ғой, былай қарағанда. Кішкене қатты қинап жіберген ғой енді. Табан салдым. Екіншісі қараға бояп, мынандай пышақ қойдым. Екіншісі ғой. Кішкене енді как заводской болмаса да, бірақ енді кішкене түрі бері қараттық қой. Міне, жалтырап шықты осы табанмен. Қап-қара болып, мощный, сочный, восточный болып шықты. Иесі көреді күші, жаман комментарий жазбаңыздар. Ыңғайы келсе, жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Лайк басып қолдап, осы парақшама тіркеліп қойыңыздар. Историяларыңызға ала кетіңіздер. 100 000 подписчикке аз қалдық, 100 000-ға толтырып тастайық.